аяқтайтын сөздер қиын да сәл. мотивация немесе қазақша шабыт пен жігерлендіру жасап отыру. Оның біршама уақытын пән мұғалімі болдым. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде жаңа жоба тәрбиеталық подкасты. Бұл подкаст тәрбие, білім және мектеп өміріндегі маңызды мәселелерді қозғайтын ашық әңгіме алаңы. Бүгін бізде алғашқы шығарылымның тақырыбы мектепті басқарудағы қиындықтар және табысты тәжірибелер. Және ескерте кететін жайт, бүгінгі біздің қоятын сұрақтарымыздың бір бөлігі қалалық білім бөлімі Instagram парақшасына жолданған сұрақтардан алынды. Ал бүгінгі подкастымыздың алғашқы спикері, қонағы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісінің Ыбырай Алтынсарин атындағы медалінің иегері және осы уақытқа дейінгі ұзақ жылдар бойы Әл-Фараби атындағы нөмірі 21 мамандандырылған гимназияның басшысы болған, ал қазіргі сәтте жуық арада Мария Құрманғалиева атындағы нөмірі 32 гимназияның басшысы Тойшыманова Маржангүл Кенешбаевна. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Маржан Кенешбаевна, ең әуелі подкастымызды бастамас бұрын қонақтарға өзіңізді жақынырақ таныстырып өтсеңіз. Мен Тойшыманова Маржангүл Кенешбаевна. 1992 жылы Алматы қаласындағы Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің тарих пәні мұғалімі мамандығы бойынша аяқтағам. Сол уақыттан бері мен үздіксіз 33 жыл бойы педагогикалық қызметпен айналысып келе жатырмын. Оның біршама уақытын пән мұғалімі болдым. 2007-2008 оқу жылынан бастап директордың ғылыми әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары қызметін атқардым. 2011 жылдан бастап осы мектеп директоры қызметін атқарып келе жатырмын. Педагог ретінде барлық педагогикалық кезеңдердің бәрінен өттім деп есептеймін. Осындай еңбек жолым бар. Өте тамаша, керемет. Бұның өзі бір үлкен жетістік екен. Бұл жолдарды жүріп өтудің өзі. Ал енді подкастымыз одан әрі қызықтырақ болсын деп, ең әуелі жетістіктерден бастайын, иә. Жалпы сіз осы уақытқа дейін Әл-Фараби атындағы 21 мамандандырылған гимназияда 14 жыл бойы қызмет атқардыңыз. Осы қызмет аясында мектебіңіз көптеген табыстарға жетті. Соның ішінде атап айтатын болсақ, 2024-2025 оқу жылында республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінде жалпы қала мектептері бойынша кәдімгідей оза шауып бас жүлдені данышпан үкіні жеңіп алған екенсіздер, иә. Бұл жетістіктерге жетуге негізгі сеп болатын бұл дарынды оқушылар ғой. Ал дарынды оқушыларды анықтау қазіргі кезде өте қиын. Сіздер дарынды оқушыларды қалай анықтадыңыздар? Сол туралы кішігірім тәжірибеңізбен бөлісе аласыз ба? Жалпы адамның бәрі талантты, дарынды. Кез келген адам белгілі бір жақсы қасиеттермен дүниеге келеді, дүние есігін ашады. Бұл жерде енді баланың дарынын ашып, оның болашаққа қадам басуына ықпал жасайтын бұл педагогтар. Себебі педагог деген мамандық кез келген адам еленбейді. Және осы мамандықты еленген адамдарға міндетті түрде психология және педагогиканы оқытады. Ең бірінші біз мектепте мұғалімдерді әрбір кластағы сабақ беретін пән мұғалімдерін, әрбір кластағы баланың ішкі дүниесіне үңіліп, класта сабақ беріп тұрған алдындағы оқушылардың әрқайсының бойындағы қасиеттерге назар аударып, олардың бойындағы қабілеттерге назар аударып, жұмыс жасау керектікті үйретуіміз керек. Педагогтар, психологтар ғой. Онымен қатар мектепте психологиялық қызмет бар. Ол психологиялық қызмет түрлі әдістемелерді өткізеді білім алушылармен. Білім алушылармен өткізген әдістемеден зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде ерекше балалар айқындалып шығады. Таным процестері бойынша жаңағы тағы да басқа психологтардың дарынды балаларды анықтау деген арнайы өздерінің әдістемесі бар. Бұл да педагогтарға дарынды балаларды танып білуде өзінің пайдасын тигізеді. Баланың ерекше бір дарындылығын немесе белгілі бір нәрсеге бейімділігін көрген педагог онымен жұмыс жасау керек. Оның сол бойындағы ерекше қасиеттерін
дамытуға мақсатты түрде, жоспарлы түрде, жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Ол баланың сол қабілетін, бойындағы белгілі бір биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, онымен жұмыс жүрсек, ол бала міндетті түрде белгілі бір жетістікке жетеді. Мысалы, бір бала математикаға қабілетті болады, бір бала гуманитарлық пәндерге қабілетті болады, бір бала спортқа, бір бала өнерге қабілетті болады. Енді осыны көріп білуде және оны тануда педагогтың, мұғалімнің атқаратын рөлі өте жоғары. Мектеп басшылығы мұғалімдерді бірінші үйрету керек. Алдыңызда отырған білім алушыға, әрбір жеке тұлғаға зер салып қарап, оның бойындағы барлық жақсы нәрсені көруге тиіссіз. Осы тұрғыда мұғалімдерді оқыту керек және үйрету керек. Сонда дарынды балалар көрілмей қалмайды. Өте керемет. Дарынды балаларды анықтауда негізгі күш ол педагогтер. Ал енді дарынды баланың өзі негізі кей кездері барынша күш алмай жатады ғой. Негізі былай жалпылама айтқан кезде талант ол 1% дейді, қалғаны 99% еңбек дейді. Осы баланы еңбек жолына жетелеуде қандай істерді қолданған жүрсіз, балаға қалай бағыт бағдар берген дұрыс, сол туралы айта аласыз ба? Енді тағы да бұл жерде мұғалімнің қызметі, болмаса ата-ананың үйдегі баланы дұрыс жолға салып, оны еңбектендіруде рөлі өте жоғары деп есептеймін. Педагогтар баланың бойынан жақсы бір керемет қабілеттерді көрсе, міндетті түрде ата-анаға ол туралы айту керек. Және ата-ана мен педагог бірлесіп, баланың осы бағытта жұмыс жасауына жоспарлы түрде кірісу керек. Және ол жоспар жасалу керек, іс-әрекеттер жасалу керек, мақсат қойылу керек. Енді ең бастысы бұл баланың бойында бар қабілетті ұштау үшін сол баланы сол нәрсеге қызықтыру керек. Менің ойымша, бала шабыттану керек. Қазіргі түсінікте оны мотивация деп атайды. Ең бірінші жалпы кез келген адамның бойындағы сол нәрсеге деген құштарлықты оятатын нәрсе осы мотивация. Оның қазақшасы жігерлендіру, шабыттандыру деп аталады. Енді мектеп басшысы ретінде мектеп басшысы педагогтарды шабыттандыру керек іске. Педагог өзінің тарапынан, біз дарынды балалар туралы айтып жатырмыз ғой, сол дарынды баланың бойындағы көрген қабілетін ұштауға, баланы еңбектенуге итермелейтін шабыт пен жаңағы жігерлендіруді беру керек ең алдымен. Және сосын мақсатты түрде, жоспарлы түрде балаға оқитын әдебиеттерін жасау керек, іс-әрекеттерін ретімен айтып тұрып, бір уақытта ол өзінің бойында бар зат қой. Баланың сол нәрсеге деген міндетті түрде қызығушылығы оянады да, жаңағы нәрселерді бойына дарытқаннан кейін бала өзінен өзі шабыттанып, құмарланып, ниеттеніп оқуға кірісе бастайды. Міне сонда үлкен жетістікке қол жеткізуге болады. Өте керемет. Маған мынадай бір мысал келіп тұр. Бала сонда біздің бір гүл шоғы деп алсақ болады, өсіп келе жатқан. Бала тек шөлдеп тұрады, оған шөлін қандыратын, яғни педагог су береді. Бұл енді педагогтарға енді осындай талаптар қойылады дедіңіз. Жалпы өзіңіздің жеке тәжірибеңіз бойынша және болашақта қалай істелу керек деп ойлайсыз? Педагогтерге қойылатын талаптар қандай және оларға жасалатын жағдайлар қандай болды және қандай болуы қажет? Сол туралы кішігірім айта аласыз ба? Жалпы мен айтар едім, жаңағы талантты балаға өзінің алдына қойған мақсатына жетуге педагог әр уақытта жаңағы мотивация немесе қазақша шабыт пен жігерлендіру жасап отыру керек. Сонда қонбайтын қамал болмайды. Дәл сол сияқты мектеп басшылығы тарапынан да педагогтарға әрқашан шабыттандыру, жігерлендіру және олардың жұмысына міндетті түрде талаптар қою, педагогтардың әрқайсының өзінің мына мемлекет беріп жатқан категория деп айтаймыз ғой. Педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог сарапшы, педагог модератор, педагог тағылымдамашы. Олардың әрқайсына қызметтік міндет бекітілген негізі. Біз сол қызметтік міндеттерінің аясында, оның білетін білімі мен білігінің аясында талап қоюымыз керек. Мысалы, шебер ұстаз қандай болу керек және ол
қай деңгейде жетістік көрсету керек, болмаса зерттеуші ұстаз ол қандай болу керек, зерттеуші педагог, және ол қандай деңгейде көрсеткіштерге қол жеткізу керек. Міне осындай мектеп басшылығы тарапынан талаптар қойылып, және ол оқытылып үйретіліп отырса, мен ойлаймын, әрбір педагог өзінің деңгейіне сәйкес нәтижелер көрсетеді деп есептеймін. Педагогтардан талап етілу керек. Педагог тек қана 40 минуттық, 45 минуттық сабақ беруші, мектепке кіріп шығушы емес, ол алдында отырған халықтың баласын оқытатын, бірінші білім беретін, және оны дұрыс азамат етіп тәрбиелеп шығатын, және ол тек қана бір отбасының немесе ата-ананың жетістігі емес, ол біздің еліміздің болашағы екенін түсінетіндей етіп педагогтарды даярлауымыз керек. Біз педагогтарға осындай миссия жасауымыз керек. Мысалы, Әл-Фараби атындағы 20-шы мамандандырылған гимназияда Әл-Фараби гимназиясы табыстылар 21 табыстылар мекені деген біз үлкен миссия алдық. Және ол миссияны біз педагогикалық кеңесте талдадық, талқыладық, ұсыныстар жинадық. Әрбір мұғалімнің жүрегінің түбіне тек қана сіз жалақы алу үшін келіп жүрген жоқ екенін сезіндіру керек әрбір мұғалімге. Жаңадан келген қосылған жас мұғалімдер болсын, жаңадан келген педагогтарға осы миссияны жан жүрегімен түсінетін етіп жеткізу керек. Ол үшін түрлі оқулар ма, әңгімелер ме, болмаса коучтар ма, немесе жеке әңгімелесу ме, сұхбаттасу ма, әрбір мына педагогикалық ұжым деген организм сияқты ғой. Әрбір ұжымның мүшесі өзінің міндетін, жауапкершілігін сезініп, және жаңағы мектептің алдына қойған мақсатын, миссиясын дұрыс түсінсе, онда ол жұмыстан нәтиже болады деп ойлаймын. Өте керемет. Негізінде талаптар былайда бекітіліп тұр дейсіз ғой, негізі дәреже бойынша. Тек соны талап ете білуі қажет басшылар, және педагогтерге қолдауды қалай береміз, оны көбіне рухани тұрғыда, құндылықтарды сіңіріп бойына. Ол заңнамада бекітіліп тұрған талаптар бір бөлек. Оны барлық адам орындай берсе, егер заңда жасалып тұрған нәрсені барлық адам 100% орындаса, онда біздің елімізде президентіміз бүкіл мемлекет айтып жатқан заң мен тәртіп барлық жерде үстемдік етіп тұрар еді ғой. Өкінішке орай барлық азаматтар заң жүзіндегі тәртіпті орындай бермейді. Сондықтан да өзі заңның өзі сосын шыққан ғой. Барлық адам орындамағандықтан соны орындату үшін шығарылады заңдар. Ал енді әрбір педагогтың жүрегіне мүмкіндігінше деп айтайын, оның миссиясын сіңдіру және оны түсіндіру, сол миссияны орындауға шабыттандыру, жігерлендіру, бұл үлкен нәтиже береді. Өте керемет, жақсы негізгі инсайт болды. Мұғалімдермен араласа білу керек, әрбір адамның организміне жол тапқан секілді сөйлесе білу қажет екен, өзінің миссиясын білу керек екен, сен жүрексің қанайдайсың деген сияқты. Өте керемет, мен үшін де бір жақсы бір инсайт болды. Енді баланы айттық, бала бізде гүл, оған су құятын, құнарландыратын, ол педагог, су беретін. Ал енді үш одақты қамтысақ, оқушы бар, және педагог бар, және ата-ана бар. Ата-ана ол баланың күні деп есептейік. Ал енді ата-анамен тиімді қарым-қатынас жасауда, балаға оң-солды қарамау керек деген ұғымдарды, құндылықтарды сіңіруде, тартуда қалай тиімді жұмыс істеуге болады? Жалпы сіздің тәжірибеңізде болды ма ата-анамен жұмыс? Кез келген ата-анасы үшін мен енді айта аламын, бала деген ең құнды нәрсе. Ол қандай ата-ана болса да. Оның білім деңгейіне, ата-ананың немесе өмірдегі алатын орнына, болмаса жаңағы енді қандай жағдайда оның болса да, ата-ана үшін ең қымбат нәрсе ол баласы. Қазақ бекер айтпайды, бала бауыр еті деп. Сондықтан ең бірінші білім беру ұйымдарына ата-ана баласын сеніп тапсырды ма, осы нәрсені білім беру ұйымдары өте жақсы түсіну керек. Ең бірінші баланың өмірі және баланың денсаулығы міндетті түрде қорғалу керек. Одан кейін балаға білім мен тәрбие берілу керек. Енді осы білім мен тәрбие беруде білім беру ұйымдары ата-анасыз өмір сүре алмайды. Ата-ананың қоятын талабы, ата-ананың отбасындағы беріп жатқан тәрбиесі мен мына білім беру ұйымының тәрбиесі
бірігу керек. Күш ортақ бір мақсатта болу керек. Осы тұрғыда ең бірінші біз өзімізге баласын сеніп тапсырған ата-аналарға мақсаттың ортақтығын түсіндіруіміз керек. Құндылық бала ең құнды нәрсеңіз біздің қолымызда. Сондықтан сіз білім беру ұйымымен немесе педагогтармен бірлесіп ортақ мақсатқа жұмыстануыңыз керек. Жаңағы сіз айтып отырған гүл ба, гүлдің гүлдеп керемет болып өсу үшін түсіп тұрған күнмен оған құятын құнар екеуі бір бағытқа жұмсалса, одан үлкен нәтиже беріледі. Сондықтан біз міндетті түрде өзіміздің тәжірибемізде ата-аналардың талап тілегін, қандай талап тілек болса да, ата-аналардың пікірін міндетті түрде ескеріп отыруды бірінші жолға қою керек. Осы тұрғыда мен айтқым келеді, бізде ата-ана үні деген жоба жұмыс жасады. Ата-ана үні деген жоба арқылы біз барлық ата-ана мектепке келе бере алмайды. Осы жоба арқылы біз әлеуметтік желі арқылы ата-аналардың ұсыныс пікірлерін еркін, қандай ұсыныс пікір болса да алып, оны тыңдап, оның нәтижесін шығарып отырдық. Тіпті ата-аналармен қазір жасалып жатыр ғой педагогикалық қолдау орталығы. Кейбір ата-аналармен түсіндірме, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын, немесе белгілі бір мәселелер төңірегінде қолдау жасау, немесе тіпті білімін жетілдіру, ата-аналардың тәрбиелеу тұрғысында жаңа педагогикалық қолдау орталықтары деген 1-2 жылдан бері жұмыс жасады. Оның алдында да педагогтардың білім беру ұйымының тарапынан осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Себебі барлық ата-ананың педагогикалық, психологиялық білімі жоқ. Ата-ана өзінің жететін көкжиегінде ойлайды және пайымдайды. Ал енді оны ата-анаға баласы туралы немесе мектептің жасап жатқан тәртібі мен тәрбиесі туралы ата-анаға түсіндіру үшін міндетті түрде ата-аналар қауымдастығымен өте көп жұмыс жүргізілу керек. Жиналыстан бөлек көптеген жұмыстардың түрін ұйымдастыру керек. Ата-аналарды көбірек мектеп жұмысына тарту керек. Сол кезде мектеп пен ата-ананың ортасында түсінбеушілік болмайды. Және жаңағы сіз айтып отырған ынтымақтастықта бір бағытқа жұмыс жасау мәселесі шешіледі. Ата-ананы тыңдау керек, ата-ананың пікірі ескерілуі керек, дұрыс емес жері не ақыл кеңес берілу керек, қажет жерінде білімей көмек беру керек білім тұрғысынан. Себебі біздің қолымызда педагогтық диплом бар, ал ол диплом ата-ананың кез келгеннің қолында жоқ. Осындай достық, ынтымақтастық қарым-қатынаста ата-анамен жұмыс жасалса, онда ол мектептен керемет азаматтар және керемет адамдар, қазіргі күнгі талабына сәйкес адал тұлғалар, мемлекетшіл тұлғалар өсіп шығатынына менің сенімім өте зор. Өте керемет. Педагог дипломын ұстағаннан кейін міндетті түрде біз психологиялық тұрғыда да, теориялық тұрғыда да, практикалық тұрғыда да негізі ата-аналармен барынша жұмыстануымыз қажет, иә? Осы тұрғыда біз мысалы жас педагогтарды, жас класс жетекшілерді, тәжірибелі класс жетекшілер арқылы үйретеміз. Жалпы білім беру ұйымындағы ең керемет нәтиже беретін нәрсе бұл ішкі оқыту, ішкі үйрету. Педагогты бірлестіктердің аясында педагогтардың үйретуіне тәжірибелі, білімді педагогтардың жас мамандарды жетелеп үйретіп оқытуы, мына өмірдегі кездесіп жатқан қиындықтарды шешуге тәлімгерлік етуі, ол класс жетекшілік қызмет болсын, ол пән мұғалімі ретінде болсын, осы оқытуға жететін ешқандай оқытуды мен көрмедім. Мектепте мұғалімдерді мұғалімдер жетелеу керек, мұғалімдерді мұғалімдер оқыту керек. Артқы лек, алдыңғы лек мұғалімдерден үйрену керек. Алдыңғы лек мұғалімдер қазіргі жастардан да үйрену керек. Жастардың да беретін өте құнды нәрселер көп. Бұл жерде екі мақал ойыма түсіп тұр. Бірі жаңағы бұрын туғаннан ақыл сұра дейді, бұрын көшкеннен қоныс сұра дейді. Және үлкен кісілерге де заманыңа қарай бөрігіңді ки дейді. Өте дұрыс. Өте екі жақты да қамтып жүрген дұрыс, иә? Өте керемет негізі сіздің әңгімеңізден өзім де ойланып қалдым біршама ше. Өте ата-ана, жалпы бала болсын, ата-ана болсын, мұғалім болсын, барлықтардың миссиясы бір екендігін үйрету қажет біз, иә?
ең бірінші осыны түсіндіру керек ата-анаға. Педагог пен білім беру ұйымы мен ата-ананың мақсаты бір. Дұрыс бала тәрбиелеп шығару. Ол ата-ана үшін үлкен керемет жақсы нәрсе болмаса, ол теріс болмайды. Осыны бірінші ата-анаға түсіндіруіміз керек біз. Оны қалай түсіндіреміз? Енді оның әдістері өте көп. Иә, енді әр ата-ана енді адам болғаннан кейін бес саусақ бірдей емес, әрқайсысына әртүрлі профилактика керек, бірақ өзіңіз айтқандай күш бірлікте, иә. Миссияны бірігіп орындасақ қана біз өзімізден де дарынды, білімді, алғыр, талапты оқушыларды өсіріп, балаларды, ұрпағымызды қалдырып, үлкен жетістікке жете алады екенбіз. Өте керемет. Ал енді мана айтып жаттыңыз, ата-анамен тиімді қарым-қатынас орнату мақсатында ата-ана үні деген жоба болды деп, иә. Ал енді мектеп өміріне қарай сәл ығыссақ, иә. Сіздер үздік инновациялық мектеп номинациясын иеленуде қандай бір жобаларды, жұмыстарды атқардыңыз? Солармен бөлісе аласыз ба? Жаңа өзіңіз айтып өткендей, заман талабынан қалмау керек. Кім болса да, бұл бірінші қойылатын адамның өз-өзіне де, жалпы білім беру ұйымын басқарып отырған басшыға да, кез келген қызметте жүрген адамдардың бәріне қойылатын талап заманның ағымынан қалмау керек. Себебі көштен қалған адам жақсы жетістікке жетпейді. Сондықтан біз мектепте, бұл менеджмент қой, мектепте басшылық еткен адамдарды, осындай көшбасшы адамдарды дұрыс пайдалануды білу керек. Осындай инновациялық жобаларды біз көптеп іске асырамыз. Мысалы, ақпараттық жаңағы жетістіктерді басқаратын, оны жетік меңгерген мамандарды осы тұсқа қойып, мұғалімдерді оқытуға, болмаса бір белгілі бір инновациялық жаңалықтарды енгізуде, енді өзі жалпы 21-ші мектеп осы облысымыздағы көптеген педагогикалық ұжымның әлеуетіне байланысты көптеген республикалық эксперименттердің, жаңалықтардың басы қасында жүрген мектеп. Біздің ұжым осындай нәрсеге тәрбиеленген. Ең бірінші мына жаңа буын оқулығы деген енгізілген кезде, осы мектепте жаңа буын оқулықтарын апробациядан өткізген. Ұстаздардың себебі білімі мен білігі жоғары. Екінші мысалы ұлттық бірыңғай тестілеу деген республика бойынша ең алғаш өткізілген кезде, мен ол кезде қатардағы мұғаліммін, біздерде ұлттық бірыңғай тестілеу эксперименті бірінші біздің мектепте республикалық өткізілген. Одан кейін өзіңіз білесіз, кейінірек сәл 3 тілде оқыту деген басталды. Бұл эксперименттің де ошағы 2007 жылы осы 21-ші Әл-Фараби атындағы гимназия болды. Соның эксперименттің оң нәтижелерінің арқасында, біздің ұстаздардың берген оң тәжірибесінің арқасында бұл эксперименттердің бәрі Қазақстан Республикасында оңтайлы жүзеге асты. Мысалы, осы 3 тілде оқыту қазіргі таңға дейін мектепте жүзеге асырылып жатыр. Мамандандырылған кластарда 4 пәнді ағылшын тілінде оқиды. Кішігірім жобалар туралы айтатын болсақ, соңғы кездегі біз мынау ақпараттық қауіпсіздік, интернет желісіндегі балалардың ақпараттарды дұрыс таңдап алуы, жалпы енді міне жасанды интеллектпен дұрыс этикалық тұрғыда дұрыс жұмыс жасау деген бағытта осыдан 3-4 жыл бұрын біз ата-аналар үшін желідегі досым деген үлкен жоба бастаған болатынбыз. Ол ата-ананы, баланың қандай сайттарға кіріп жатыр, кіммен қарым-қатынас жасап жатыр, кімдермен сөйлесіп жатыр, бақылау үшін ата-ананы сауаттандырып отырмыз. Себебі қазіргі жастар ата-аналардан артық меңгерген ұялы телефонды, әлеуметтік желілерді, сондықтан осыны ата-ана дұрыс баланы бақылай алу үшін желідегі досым деген үлкен жобаны бастадық. Екінші жоба жаңағы ата-ана үні деп аталатын жоба. Өте тиімді жоба. Мен барлық әріптестерге осыны ұсынар едім. Ата-аналармен ынтымақтастық пен ата-аналармен арадағы қарым-қатынасты білім беру ұйымымен достық бір бағытқа арналған жаңа мақсатты жұмысқа айналдыру үшін, былай қарасаң, әншейін нәрсе сияқты көбі ойлайды, ата-аналар әртүрлі нәрсені жаза береді деп. Шындығында бұл үлкен нәтижелі жоба. Одан басқа бізде бала үні деген жоба жүзеге асырылды. Ақпараттық қауіпсіздікке байланысты көптеген жобалар іске асырылып жатыр. Осылай біз заман талабына сәйкес инновациялық үрдістерден қалмай, соны жетік меңгерген адамдарды, бүкіл ұжымды
оқытуға, үйретуге пайдаланамыз. Өте керемет. Иә. Демек, ұжымдастарыңызды ең әуелі ақпараттандыруға үйрету, одан кейін не болса да, қандай нәрсе шықса да, ең әуелі бәрібір эксперимент жасап көру, иә, оңтайлы тұсынан. Ана шыныны істеген кезде де негізі неғұрлым қатты қызыса, соғұрлым қатты болады дейді ғой негізі, шыныны. Кинодан көргенім бар еді есімде. Сондай қылып тұрсыз ғой, иә, заман талабына ілесу қажет, және міндетті түрде тек ұжымдастар арасында емес, ата-анаға да соның арасында заман талабына сай өмір сүруді үйрету, балаларының қолындағы қаруды оң жаққа пайдалану. Я қазір ақпарат қазір қару болды ғой адам қолындағы. Әрине, өте. Ол ақпарат деген қазір, ақпарат қай уақытта да өте керемет қару болған. Кім ақпаратты өте көп біледі, сол адамның қаруы қолында. Я кезінде дейтін ақпаратты алушы кітапханаға барады еді, анда барады еді, болмаса бір кісіге барады еді. Қазір рахат болды, бір орында жатып ақпарат тез сіңіре береді. Сондай заманғы, сол үшін де айтқаным өте керемет, жақсы бір инсайттар айтылып жатыр. Ал енді осындай тәжірибеңізбен көптеген жетістіктерге жеттіңіз. Соның ішінде 2025 жылы сіз басқарған мектеп Әл-Фараби атындағы нөмірі 21 мамандандырылған гимназия еліміздегі үздік 100 мектептің қатарына кірді, иә. Бұл да бір сіздердің бір мақсаттарыңыз болған шығар, мектептеріңізді жоғары жетістікке жеткізу, иә. Ал енді қазіргі алда қойған мақсатыңыз қандай? Осы жетістіктен кейінгі. Сол туралы бөлісе аласыз ба? Жалпы жұмыс жасағанда ешқандай адам, білмеймін, менің жеке басым. Мен бір атаққа жетейін, немесе осындай атақ алайын деп жұмыс жасамайды. Менің өзімнің түсінігімде. Бұл адам жүрегімен ең бірінші назат түсіну керек барлық педагог. Сіз халықтың баласын білім беріп, тәрбиелеп, сізге берді. Ол мамандықты таңдаған өзіңізсіз. Сондықтан сол мамандықтың бар ауыртпалығын өзіңіз көтеру керексіз, оны сезіну керексіз. Егер сіздің қолыңыздан мұғалімдік қызмет келмейтін болса, ол қызметпен ертерек қоштасу керек. Мұғалімге жүрек керек, адалдық керек, әділдік керек, және өзінің қоғам алдындағы миссиясын түсіну керек мұғалім. Сондықтан ешқандай атаққа немесе белгілі бір мектеп жетістікке жету үшін деген бізде мақсат болмады. Ол жетістік, атақ адамдарды белгілі бір мақсатқа бағыттағаннан туындаған нәрсе. Бірінші мұғалім өзінің 45 минут сабағын сапалы өткізейін деп сабаққа кіру керек. Себебі оның алдында күтіп отырған 25-30 бала ертеңгісі мектепке келгенде білім алам деп келді. Белгілі бір мақсатпен келді. Осы 45 минуттық сабақты сапалы өткізуден мұғалімнің барлық сапалық қызметі басталады. Жаңағы мысалы үздік мектеп 2025 деген атау биылғы оқу жылының соңында берген. Бұл білім ғылым оқу ағарту министрлігінің жанындағы сапаны бақылау департаментінің жасаған мониторинг қорытындысы бойынша берілген ғой. Ол жерде мектептің барлық жұмысы ескерілген. Оның ішінде мен баса назар аударатыным бұл сыртқы бақылаулар. Мектеп өзі ішкі бақылауын жасайды, мектепшілік бақылауын жасайды, сапасын шығарады. Бірақ әрбір мұғалімге мынандай талап қойылу керек. Сіздің алдыңызда отырған білім алушы кез келген уақытта бағалау критерийіне сәйкес өзінің әр пәннен білімін көрсете ала ма? Мысалы, қазақ тілі әдебиет пәнінен сыртқы бақылау бергенде бала қазақ тілінен немесе әдебиет пәнінен бекітілген жаңағы стандарттарға сәйкес өзінің білімін көрсете ала ма? Міне мұғалім осыны жақсы түсіну керек. Бұл жаңағы сапаны бақылау департаментінің мониторингінің ішінде осы сыртқы бақылаулардың нәтижесінен өте жоғары көрсеткіш көрсеткеннен, ол не? Ол мына біздің оқу ағарту министрлігі тарапынан жасалатын сыртқы бақылау, білім жетістіктерін бағалау деген деп аталады. Одан қалды қазір халықаралық зерттеулер бар. Біздің оқу ағарту министрлігінің өзінің PISA деп аталатын халықаралық зерттеуі бар. Одан қалды халықаралық PISA зерттеуі бар. Осындай сыртқы зерттеулердің нәтижесінде Әл-Фараби атындағы гимназияның педагогикалық ұжымы берген білімінің сапасы жоғары көрсеткішке ие болғаннан кейін осындай үздік мектеп 2025 деген атаққа иеленген. Ең бірінші білімнің сапасына назар аудару керек. Барлық ата-ана
барлық оқушы, білім алушы мектепке білім алу үшін керек. Және сонымен бірге қазір адал азамат бұрында да бар бұл сабақты жүргізіп тұрған тұлға, ұстаз өзінің тұлғасымен және белгілі бір сабақтың оқу мақсатына сәйкес құндылықтарды жүзеге асыру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Тарихта өте керемет тұлғалар бар, адамзатқа қастандық жасаған. Оларды ешкім білімсіз деп айтпайды. Олар білімді болғаннан кейін әлем жаулаған, олар білімді болғаннан кейін сондай үлкен жаңалықтарды ашқан, бірақ оларда жетпей қалған нәрсе жаңағы адамзатқа деген мейірімділік пен адамзатқа деген жаңағы дұрыс көзқараспен қарау ғой. Сондықтан білім ол бір нәрсе, ал білімді адамды нұрлы ететін және оны адамзатқа жақсы қызмет жасауға итермелейтін нәрсе бұл тәрбие. Сондықтан бірінші адамның бойында дұрыс құндылықтарға толы ішкі дүние, рухани тәрбие болу керек. Осыны естен шығармау керек деп ойлаймын. Өте керемет. Сонымен бір топшылайтын болсам, сіздердің мақсаттарыңыз атақты мектеп түстеу емес, атақты тәрбиелі тұлғаны қалыптастыру, иә? Өте керемет, тамаша айттыңыз. Ал енді оқушылар туралы да айттық, мектеп туралы да айттық. Ал енді өзіңіздің лауазымыңызға байланысты сөз қосасақ, иә? Қазіргі кезде мектеп басшыларына талап етілетін маңызды қасиеттер қандай болуы қажет? Мектеп басшысы бірінші өзінің не қызмет атқарып отырғанын түсіну керек. Оның алдында халықтың бірнеше мың баласы сенім артып тапсырылған. Оның алдында сол балаға білім мен тәрбие беретін педагогтар. Осы жауапкершілікті олар түсіну керек деп ойлаймын. Сол жауапкершілікті мойнына алды ма, енді сол жауапкершілікті басшылық қызметті мойнына алған адам сол қызметті адал, әділ, дұрыс атқаруға талпыну керек. Ол үшін әрқашан білімді жетілдіріп отыру керек, жауапкершілікті сезіну керек, заманның талабынан соның биігінен көріну керек, өзін өзі әрқашан өзіне өзі есеп беру керек, өзін әрқашан салыстыру керек дұрыс жағынан, және мақсат қою керек, сол мақсатқа сәйкес іс-әрекет жоспар жасау керек, сол жоспарға сәйкес іс-әрекеттерді ұйымдастыру керек. Сонда ол дұрыс басшы болады. Ең алдымен алдындағы баланың өмірі мен денсаулығы үшін жауапты екендігін ұмытпау керек. Өте керемет. Сонда басшының бойында табылуы қажет топ 5 қасиет сіздің ойыңызша ол үнемі білімін жетілдіріп отыру, екіншісі мойнына түскен жүктің ауырлығын сезіну, жауапкершілік болуы, және үшіншісі заман талабына сай болуы, және төртіншісі есеп беру, иә, жаңағы жоспар, мақсат қою және жоспарлы әрекет қылу. Жүйелі, жоспарлы дейік, жүйелі әрекет ету. Сонда кез келген басшы, мен ойлаймын, нәтижеге қалай жеткенін өзі де білмей қалады. Жаңағы атақтары мен жаңағы мектептің педагогикалық ұжымының жеткен жетістіктерінің бәрі, біз даже үздік мектеп 2025-100 мектептің қатарына қосылу деген ондай мақсат болмайды ғой. Біз білгенде жоқпыз ол туралы. Ол жаңағы сапалы білім беру дегеннен шыққан, сол жасалған жұмыстан шыққан нәтиже ғой. Дәл сол сияқты әрбір мақсат қойып жұмыс жасасаң, оның нәтижесінің жемісін міндетті түрде көреді кез келген басшы. Өте керемет. Тосыннан қойылған сұраққа керемет жауап бердіңіз. Менің өзім таң қалдым. Ал енді мына 5 қасиетті айттық қой, басшыға қажет. Ал енді басшыларға енді қандай кеңестер бересіз? Қандай әрекеттер жасаған дұрыс? Қазір жас басшылар да бар. Сіздің енді қазіргі мына 15-ші жылға аяқ басып келе жатсыз, басшылық жолыңызда өте көп тәжірибелерді көрдіңіздер, практика көрдіңіздер. Енді басшыларға ең әуелі әрекет неден бастаған дұрыс, қалай алып кеткен дұрыс бұл жолды? Практикалық бір тәжірибеңізбен бөлісе аласыз ба? Басшыларды, жас басшыларды мен ойлаймын оқыту керек. Ең әуелі оқыту керек, иә? Үйрету керек қызмет міндетті қалай атқаруды, оның мойнындағы жауапкершілікті бірінші оқыту керек.
жаңағы біліктілігін арттыру керек, ішкі оқуларды ұйымдастыру керек деп ойлаймын директорлерге. Сосын енді әрбір директор ол көшбасшы ғой. Ол директор болып тағайындалмас бұрын ол халықтың ішінен, менің түсінігімде, халықтың ішінен өзінің білімімен, білігімен, дағдысымен, белгілі бір бойындағы жақсы басқа адамдар үйренетіндей бір ерекшелігімен ол басшылық қызметке дейін жетті деп ойлаймын. Ол көшбасшы деп ойлаймын. Сондықтан ол көшбасшы өзінің жұмысын дұрыс ұйымдастыру керек. Басшылық қызметке келгеннен кейін жаңағы сөзді қайта айтам, ол сол қызметтің жауапкершілігін сезіну керек. Бірінші сол жауапкершілік, барлық нәрсе жауапкершіліктен басталады. Ең алғашқы кеңес сол жауапкершілікті сезінсе, адам ары қарай өз миссиясында тауып кете береді дейсіз ғой. Өте керемет. Ал енді осы жылға дейін қаншама тәжірибені бастан кештіңіз, түйген сабақтарыңыз болды. Енді аяқтың екі ұшы бар дейді. Әр кезде де бір сәттілік болмады, бір сәтсіздіктерге де бой алдырған шығарсыздар. Енді бұндай. Енді әңгімеміздің соңын, сұхбатымызда өз мәресіне жетіп қалыпты. Сол соңын бір өзіңіздің бір керемет сөздеріңізбен бір қорытындыласақ, директор деген не, осы уақытқа дейін қандай бір сабақ дейдіңіз? Өзіңіз ойдан не айтқыңыз келеді, жүректен соны айтсаңыз, соңын сіздің сөзбен. Директор деген не? Директор деген адам, көшбасшы. Ол өзінің көшбасшы екенін ешқашан есінен шығармау керек. Бүкіл халық, бала, педагогтар, Ақтөбеде қалада қызмет етіп жатсың ба, бүкіл қаланың халқы сізге қарап тұрғанын сезіну керек. Барлық жерде, барлық қоғамдық орында, немесе барлық ортада директор өзінің білімімен, білігімен, мәдениетімен, ішкі мәдениетті айтамын да, ішкі мәдениетімен, рухани әңгімелерімен адамдарға үлгі көрсету керек. Ал енді қиындықтар туралы айтасыз, әрбір қиындық өте көп директордың қызметінде. Кейде бір қателіктер жіберіп алатын да уақыт болады. Ол себебі адамдармен жұмыс жасағаннан кейін адамдары әртүрлі. Адамдардың ішкі дүниесі, деңгейі, білігі, білімі, әркім өзінің сол көкжиегінен әрекет жасайды. Сол кезде сол адамдармен ынтымақтасып жұмыс жасаған кезде түрлі қиындықтарға тап боласыз. Бірақ мен ойлаймын, барлық қиындықтардан, ол жеке қарым-қатынастағы білім алушымен, болмаса ата-анамен, болмаса педагогтармен қарым-қатынастағы, болмаса үлкен бір мәселелерді шешудегі қиындықтардың бәрінен сабақ алу керек. Мен қай жерден қате жібердім? Мына ісім неге нәтиже бермеді? Қай жерді дұрыстауым керек? Осы кезде осылай әр нәрседен сабақ алып отырсаңыз, барлық өзіңнің жолыңдағы әрбір нәрсеңнен сабақ алып соған есеп беріп отырсаңыз, және оның жақсы жаман жағын ажыратып отырсаңыз, онда міндетті түрде нәтиже береді. Мен осылай қорытындылар едім. Әрбір қиындық жаңа бастамалардың бастауы деп қорытындылар едім. Өте керемет. Құрметті достар, бүгін біз үздік көшбасшы, өзінің мектебін үлкен жетістіктерге жеткізген Тойшыбанова Маржангүл Кенешбаевамен мектепті басқарудағы қиындық және табысты тәжірибелер тақырыбында ой қозғадық. Маржан Кенешбаевна, сізге көп-көп рахмет айтамыз, біздің шақыртуымызды қабыл алып, осы подкастқа қатысып спикер болғаныңыз үшін. Ал енді құрметті достар, бүгінгі айтылған әңгімелер сіздерге көптеген пайдасын тигізген шығар деп ойлаймыз. Оның ішінде педагогтерге де және болашақ басшыларға да пайдасы тиеді деп ойлаймын. Ал егер бұл подкаст сіздерге ұнайтын болса, лүпіл басып, төменге пікір жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі подкастта кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.